Бүгінгі тақырыпта 1 жас және 1 жас 8 ай жастағы баланың қалыпты психоневрологиялық даму белгілері туралы айтатын боламыз. Қазіргі таңда балалар арасында сөйлеудің тежелуі көп кездесуде. Бала тек қана сөйлемейді деген жеке дара бұзылыс сирек кездеседі. Осы орайда әр жаста баланың қалыпты психоневрологиялық дамуына толық тоқталсам деймін. Жалпы баланың психоневрологиялық дамуын біз 3 жүйе бойынша бағалайтын боламыз. Ең бірінші ол сенсорлы даму, екінші моторлы дамуы, яғни қимыл қозғалыс, үшінші танымдық дамуына айтатын боламыз. Міндетті түрде баланың сенсорлы және моторлы дамуын бағалауымыз қажет. Ең маңызды сәт баланың сөйлеуінен бұрын сөйлеу алды қабілеттерін толыққанды бағалауымыз керек. 1 жас пен 1 жас 8 айлық баланың қалыпты даму белгілеріне ең бірінші зейін қоюын жатқызамыз. Келесі бірлескен зейін дағдысының болуы, айналасына қызығушылық танытуы, айналасын зерттеуі, атына қарай шақырған кезде көзіне қарайды, дене мүшелерін біледі, атай алмаса да көздің қайда, құлағың қайда деген кезде ол көрсете алады. Указательный жест бар. Жест деген бар, басын изей алады. Жоқ деген жест бар, яғни басын шайқай алады. Яғни ол бала түсіне алады, түсіну инстинкт бар, және не айтып жатқандығын түсіну арқылы басын изеу, шайқау, жоқ деген нәрсені бала өз іс-қимыл әрекеттерімен білдіре алады. Бұл жастағы балалар пока деген кезде қолын дұрыс бұлғай алады. Күнделікті қарапайым заттарды біледі. Мысалға нан, есік, сүт, мама, папа деген сияқты өзіне керекті заттарды сұрай алады. Қарапайым команданы аудиалды айтқан кезде орындай алады. Үйдегі адамдардан бөлек басқа да бөтен адамдарды ажырата алады. Сөздік қоры кем дегенде 20-30 сөзді құрайды. Өз қалауын айта алады. Отыр, жүр, түс, құй деген сияқты, су сұраған кезде мысалға су құй деген сияқты қарапайым сөздерді айта алады. Балалармен ойнайды, имитация, іс-қимыл әрекеттермен көрсете алады. Эмоциясы бар, яғни күле алу, жылай алу, ренжи алу, өкпелеп қалған кезде оның барлығын байқауға болады. Және де өз-өзіне қызмет ете бастайды. Мысалы бас киімін кию, аяқ киімін кию деген сияқты қарапайым әрекеттерді орындай алады.